Қайырлы күн қыздар, біз бүгін духовкада пісетін тауық еті мен картошка әзірлейміз. Мен окорочканың 3 санын алдым. Осыны енді өз қалауымша тураймын. Бұл жерде ешқандай шектеу жоқ. Бұлай турау керек деген қалауларынша турай бересіздер. Және сиырдың еті болсын, қойдың еті бола береді. Мен окорочкамды қара кесегін бөлек, сүйегін бөлек етіп турап бөліп алдым. Біздің 3 сан окорочкамыз осыншама мөлшерде болды. Енді осы окорочкамызға біз 2 болгар бұршын, пиязымызды, 2 қызанағымызды, 1 түп сарымсағымызды жуып дайындап тазалап қойдым. Енді осыларды барынша майда етіп турап аламыз. Бірінші болгар бұршымызды тураймыз. 4 бұрыш етіп майдалап. Болгар бұршымызды біз турап болдық. Енді оны окорочкамыздың үстіне саламыз. Енді пиязымызды тураймыз. Осы болгар бұршының көлемінде етіп, 4 бұрыш етіп майдалап турап аламыз. Bir тал сарымсағымыз тураймыз, және тұзын қосып, кептірілген укроп, петрушка және дәмдеуіштер. Мен дәмдеуіштерден для гриля дегенді қостым. Және паприканы қосып, бір ас қасық майонез қосамыз. Осылардың бәрін жақсылап етіп араластырамыз. Окорочкаға көкөніс қосып араластырған салмамыз бізде осындай болды. Енді осының бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Мен картошканы ашып, жуып тазалап қойдым. Енді картошканы осы көлемде домалақ етіп тураймыз. Біздің дайындан картошкамыз осыншама болды. Енді картошкамызға бұршымызды, помидорымызды және мен брокколи қостым. Менде морозилкеде брокколи бар еді, соны қосып жібердім. Бұл жерде 200 грамм брокколи бар еді, одан көп қосудың қажеті жоқ. Біз брокколимізді турап болдық. Енді тұздарын саламыз. Және де 1 ас қасық майонезімізді саламыз. Енді осылар жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде осыны сарғыш, сары, жасыл түсті картофымыз дайын болды. Енді тапамызға пергамент қағазын өлшеп кесіп аламыз. Тапамызға дайын болған картофымызды жайып саламыз. Біз картошкамызды жайып бір тегіс қылып салып қойдық. Картошкамыздың үстіне жаңа 1 сағат мариновкаға қойған окорочкамызды картошкамыздың үстіне жайып саламыз. Енді алюминий фольгамен бетін жабамыз. Біз картошкамызды да окорочкамызды бір тегіс қылып жайып салдық. Енді 200 грамм сары майды осы картошканың әр жеріне салып қоямыз. Тамағымызды жарты сағатқа 180 градусқа духовкаға салып қоямыз. Енді сырымызды үккіштен өткізіп дайындап қояйық. Жарты сағаттан кейін фольгадан бетін ашып, сырымызды саламыз. Тамағымыз дайын болды. Енді фольгамызды аламыз. Біздің тамағымыз дайын болды. Үккіштен өткізген сырымызды тамағымыздың бетіне сеуіп 5 минут духовкаға салып қоямыз. Тамақтың иісі тұрқырап тұр. Бұл тамақты жеген де арманда, жемеген де арманда. Біздің тамағымыз дайын. 5 минут духовкаға қойып алдық. Осындай созылмалы болып тұру керек сыры бетіндегі.
Сіздер де осы рецептпен істеп көріңіздер, өкінбейсіздер. Үйде балдарыңызға, жолдастарыңызға осы тамақты істеп беріңіздер, дәмі тіл үйреді. Бәрімізге ас болсын. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Тамақтың бетіне укроп петрушкаларыңызды турап дайын отырыңыздар.